Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте оңай жасалатын шоколадты пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады, және де құрамындағы заттар үйдегі бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де қантымызды салып, жақсылап миксермен аппақ пена болғанша миксерлейміз. Міне осындай аппақ пена болып шығады. Енді сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Сіздерде миксер болмаса, кәдімгі венчикпен араластырсаңыздар да болады. Келесі құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырып аламыз. Ең алдымен ұнымызға какао және де разрыхителімізді қосып, қасықпен осылайынан араластырып аламыз. Және де алдыңғы массамызға осы құрғақ ингредиенттерді 2 бөліп қосып араластырамыз. Міне ең алдымен осылайынан венчиктің көмегімен немесе миксермен араластырып аламыз. Келесі ұнның жарты бөлігін қосып, тағы да миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана біздің ингредиенттер бір-бірімен жақсы араласа болғаны. Егер де көп араластыратын болсаңыздар, біздің пирогымыз өте құрғақ болып шығады. Міне осындай біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей қыздар, бізде осындай біркелкі масса болып шығады. Енді формамызға осы қамырды құямыз. Мендегі форма 24 диаметрлік форма. Ақырындап біздің қамырымызды құятын боламыз. Қамырды құйғаннан кейін ауасын шығару үшін осылайынан үстелге 1-2 мәрте ұрғылаймыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін осындай ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Біздегі ағаш таяқша құрғақ болып шығуы қажет. Енді толықтай суытамыз. Келесі осы пирогтың бетіне ганаш жасаймыз. Ол үшін 30 грамм сүт және де кәдімгі сары майды қыздырамыз. Және де шоколадымызды осылайынан ыдысқа бірінші бөліп салып аламыз. Одан кейін кәдімгі ысытқан біздің сары май мен сүтімізді үстінен құйып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің шоколадымыз еріп біркелкі масса болып шығады. Міне біздің шоколадты ганашымыз дайын болды. Енді пирогымызды формадан босатып аламыз. Міне біздің пирогымыз өте биік болып көтерілген, өте жұмсақ. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ болып шықты. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан ағаш таяқшамен тескілеп шығамыз. Және де кәдімгі сүтпен пропитка жасайтын боламыз. Міне қыздары, сүтпен дәл осылайынан пропитка жасап шығамыз. Біздің пирогымыз қатты құрғақ болып қалмас үшін дәл осылайынан сүтпен пропитка жасасаңыздар болады. Енді алдыңғы жасап қойған шоколадты ганашымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай шоколадты бетіне құямыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте оңай және де пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Міне шоколадтың барлығын жағып шықтық. Енді қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағы, кокосовый стружканы сепсеңіздер болады. Менде осындай миндаль жапырағы, кәдімгі грек жаңғағын майдалап сепсеңіздер де болады. Маған осындай жаңғақпен әсемдегені ұнайды. Себебі шоколад пен жаңғақтың дәмі өте керемет үйлесіп кетеді.
Міне қыздар, осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міне қарасаңыздар, ортасын кескен кезде өте биік болып шыққан, қонақ келген кезде өте жылдам дайын болатын пирогтардың бірі деп те айтсақ болады. Құрметті қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.